Наурыз көктем мен жаңару мерекесі. Бұл Қазақстанның ең сүйікті және ауқымды мерекелерінің бірі. Сонымен біз наурызды не себептен жақсы көреміз? Ұлыстың ұлы күні деп аталып кеткен бұл мейрамның қандай ерекшеліктері бар? Наурыз көктемгі күн мен түннің теңелетін күні. Наурыз Қазақстанда, Қырғызстанда, Өзбекстанда, Түркменстанда, Түркияда, Тәжікстанда, Иранда, Әзербайжанда, Албанияда, Ауғанстанда, Ирактың Күрдістанында, Үндістан және Македонияда мемлекеттік мереке болып табылады. Оны Татарстан, Башқұртстан, Қытай және тіпті Жапонияда жергілікті деңгейде атап өтеді. Наурыз мейрамында ұлттық ойындар мен көңілді кештер өтеді. Мысалы, арқан тарту, күрестер, қыз қуу, алтыбақан құру, ұлттық билер, көкпар, бәйге және тағы басқада. Наурыз түрлі елдердің ұлттық ерекшелігіне байланысты әртүрлі өтеді. Бірақ олардың бәріне ортақ бір ерекшелік бар. Бұл 7 элементтен негізінен өсімдік өнімдерінен тұратын арнайы тағамды дайындау рәсімі. Алайда бұл өнімдер өзгеше болуы керек. Сондай-ақ бұл тағамның атауының да айырмашылығы бар. Егер өзбектер бұл тағамды сүмаляк десе, ал қазақтар наурыз көже дейді. Наурыз мейрамының басты тағамының ерекшелігі оның 7 зат салынуында. Наурыз көже дайындағанда су, сүрленген ет немесе кептірілген ет, тұз, май, жарма, айран қосылады. Наурыз көже ішкен адамдарға сәттілік күлімдеп, денсаулығы жақсарады, отбасы қуаныш пен молшылыққа кенеледі деген ұғым бар. Наурыз барлығына ортақ мейрам. Бұл ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы күні. Қазақ халқы бұл мерекеге ұлыстың ұлы күні деген екінші атау берген. Осы күнгі дәстүрге сай ақсақалдар халыққа жақсы тілек айтып бата береді. Бұл жақсы тілек халық гүлдене берсін, ақ мол болсын, бұл күн молшылық әкелсін деген ниетпен. Наурыз мейрамы Қазақстанда 1990 жылдардың басында қайтадан ресми түрде атала бастады. 2001 жылы наурыз мейрамы мемлекеттік мереке ретінде жарияланды. Сондай-ақ бұл күні көңілінде кірбіңі барлар татуласады. Адамдар бір-бірінің үйіне кіріп құтты болсын айтады. Бұлақ көзін ашады. Алдын ала үйін, ауласын кір-қоқыстан тазартады. Наурызды жыл басы деп танығанымен, оның барша болмысын, философиясын жыл алмасуымен шектемейді. Осы күндері дүниеге келген сәбилерге Наурызбай, Наурызгүл сынды есімдер беріледі. Наурыз мейрамын бүкіл ауыл ел болып, әсіресе жастар жағы түгелдей таң шапағатын қарсы алып, арықтарды тазалап, су жіберуден, ағаш отырғызудан, гүл егуден бастайды.